осы уақытқа дейін тасқындар рет салып, светофорда тұрған кезде машинам жақсы тартты деген біраз үйлер келді. Соның бірі. Сол жақсы жүреді, иә. Трассада жақсы жүреді, бірақ. Мен жаңа газды әркелдеп қалады, светофордан қозғалғанда, не алғанда. Мен соны салғаннан кейін бірінші кетіп қаласың ғой. Жылып кете ма сразу? Сразу резкіспен жылып кетіп жатыр ма? Светофор зеленый жанғаннан бірінші кетіп қаласың ғой, машина кетіп қаласың. Жалпы бағасы лайық па, өзіне қымбат емес па? Жоқ, қымбат ештеңесі жоқ, нормально. Өз-өзіне ұстайды па? Ұстайды. Нормально, машина деген жеңіл жүреді. Салған бойдан сезесің ғой, бір машина айдап жүрген болсаң. Рахмет аға. Аппарат салған кезде өзі сезім болады өзі аяқта. Болды, рахмет. Машинаға рахмет айтады ғой. Алло. Ассалаумағалейкум аға. Алейкум ассалам. Аға, мен Тасқын драйв деген аппарат сататын балаларын алған номеріңізді. Иә. Сол аппаратты орнатып көрдіңіз ба? Мен де сол орнатып көрсем деп жүрген адамдардың қатарынан едім ғой. Көрдім, иә. Қалай екен, әсері бар ма? Лайықта мақтап алыр да өздері. Ойбай, бұлай, тоқ жақсы береді, резкіс пайда болады деп. Алуымға шыққанға жақсы, сосын ана газы тәкетіп айдаған кезде машина ойланып қалады ғой. Сондай кезде ойланбай жүріп кете береді. Сразу тартып кете ма? Жылып кетеді, иә. Сосын бензинге эконом бар деп отыр ғой. Сол рас па екен? Бар, иә. В общем, алуға стоит деңізші. Тоқты жейді, пол жеткізіп керек. Сізде қандай машина? Тоғыз менде тоже. Не, алай бір мен. Стоит қой, в общем, иә, стоит, қиналмауға. Потом қиналмайды да машинаны. Болды, хорошо, онда рахмет аға. Бізден объем үлкен көліктерге аппарат сұрап жатыр. Бұйыртса, оны дайындап жатырмыз, алда уақытта сіздерге ұсынатын боламыз. Егер сіздің көлігіңіздің объемы 3-тен төмен болатын болса, осындай проблемалар болса, осы Тасқын аппаратын салып алыңыз. Алған адамдардың арасында осы Мерседес көлігін бір адамға тегін беретін боламыз.